Алдыңғы бейнероликте халықтың комментарийда дискуссияға түскенін көрдік. Біреулерге кобальтты 7 миллион қалғанша ескі Камри керек болды. Ал кейбіреулерге жаңа машина мініп еш уайымсыз жететін жеріне жету керек екенін білдік. Ол шығарылымға қатты дайындалмапты едік. Өз сөзімізбен білетін жерлерін толықтай айтып бердік. Ал енді кезек жаңа сапалы контентте. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем достар, бүгінгі біздің кезекті шығарылымда Chevrolet Nexia автокөлігі. Осы автокөлік 4%-дық жеңілдетілген несиеге ілінетін болғандықтан сіздерге шолу жасайық деп шештік. Біздің каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып өтіңіздер. Және де лайк немесе комментарий жазып кетіңіздер. Егер де сіздерге осы автокөлікті қалай 4%-ға алуға болатынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Көліктің тарихына бой жүгіртсек, сонау 2000 жылдардан бастайық. Nexia сөзін естіген кезде бізге Daewoo Nexia модель еске келеді. Бірақ ол көліктің жаңа Nexia'ның екінші буына еш қатысы жоқ. Себебі бұл жаңа көлік сол бұрынғы Chevrolet Aveo'ның бірінші буына. 2000 жылдары Aveo Ресей нарығында сатылып және сол жақта шығарылып басталды. 2016 жылы Өзбекстан нарығында Ravon Nexia R3 деген атаумен қайта жанданып, біздің нарықта да сатыла басталды. Бірақ Ravon түрінде біздің нарықта көп тұрақтамады. Уақыт өте келе бізден қайта кетіп, қайта келді десек те болады. Не себепті? Бірге осыны анықтайық. Кеттік. Nexia Chevrolet маркасы ретінде 2021 жылы біздің нарыққа кіре бастады. Басында Ravon ретінде сатылып жүрген автокөліктер соңғы Ravon'дарын асыға үлкен жеңілдікпен тезірек сатып жіберді. Содан кейін ребрендинг жасап, Chevrolet маркасы ретінде бізге ұсынды. Біздің нарықта ең көп сатылатын бюджетті сегменттегі автокөліктер ретінде Cobalt екеуі басқаларға үстемдік бермеді. Ravon маркасы ретінде біздің нарықта неліктен сатылмады? 2016 жылдары біздің нарықта көптеген халық Камривот ауруымен көп ауыратын еді. Ол кезде банктер 5%-дық бастапқы жәрдеммен кез келген жанға несие де бере бермейтін еді. Бірақ қазір амал қанша? Барлық адамға несие беріліп, барлық адам ескі құсқыдан құтылып, жаңа автокөліктерге міне бастады. Соған байланысты Chevrolet маркасы ретінде бұл автокөлік қарқынды дамып, қазіргі таңда осы автокөлікке мыңдаған кезекте адамдар тұр. Автокөлік қазіргі таңда Сарыарқа Автопром заводында шығарылады. Қазақстан нарығын толықтырып біте алмай жатқан Сарыарқа Автопром қазіргі таңда экспортқа да басқа елдерге шығарып жатыр. Chevrolet Nexia қазіргі таңда Қазақстан нарығында 3 жиынтықта сатылып жатыр. Optimum және Elegant атты жиынтықтарында. 2022 жылғы 18 наурызды күніндегі қазіргі таңдағы бағасы 6 миллион 190 мың теңгеден басталады. Т250 шанағындағы Aveo'дан ешқандай айырмашылығы жоқ. Аз ғана апгрейді болмаса. Біздің шолуда көрсетілген Chevrolet ол толық жиынтықты. Elegant атты жиынтығында 1,5 көлемді қозғалтқыш орнатылған. Қозғалтқыш чугунды болып келеді және де 4 рядты. Қорапшасына келетін болсақ, бұл жерде егер сіз автоматын алатын болсаңыз, автоматта 6 сатылы қорапша орнатылған. Ал егер механикалық қорапшамен іздейтін болсаңыз, бұл жерде 5 сатылы болып келеді. Автокөлік өзінің чугунды қозғалтқышымен басқа сегменттегі конкуренттерден қарағанда осылығымен мықты болып танымал болып келе жатыр. Беріліс қорабына келетін болсақ, General Motors'та жасалып шығарылған. Алдыңғы шығарылымдағы Cobalt'тағы орнатылған қорапшадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек сатысын ауыстыратын қорапшаның сыртқы дизайнында ғана болмаса. Жалпы бұл қорапшаның басты бір проблемасы 4-ші және 5-ші, 6-ші сатыларында кішкене қиындықтар туындайды. Егер сіз автокөлікті қатты дейтін болсаңыз, қорапшаның істен шығуы өте тез. Қорапшаның әр 40 күн сайын майын ауыстырып тұру керек. Nexia'ның артыңғы орындығына келетін болсақ, бұл жерде егерде 3 адам отырса, тығыздау болады. Егер сол 3 адаммен алыс жолға шығатын болсаңыз, ортасындағы отырған адамның жағдайы нашарлау болатын сияқты. Жалпы айтқан кезде Nexia бюджетті седан болып саналады. Бұмен көптеген жүктер таси алмайсыздар. Артқы дизайнына келетін болсақ, ешқандай инновация көріп тұрған жоқпыз. Сол баяғы автокөліктерден ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл көліктің багаж сыйымдылығына келетін болсақ, бар болғаны 400 литр. Ал артқы орындықтарын жатқызған кезде сыйымдылығы 980 литрға дейін өседі. Nexia'ның басты тұзы ол өзінің қозғалтқышы. Бірақ бұл қозғалтқыш егерде сіз қыстың күні автоматын айдайтын болсаңыз, жанармай жағуы 11 литрға дейін өсіп кетуі мүмкін. Ал механикалық қорапшаларында 6 немесе 9 литр арасында болады. Жалпы автокөліктің аспасына келетін болсақ, алдында McPherson орнатылған, артында құр балка орнатылған. Автокөліктің артыңғы жағы жұмсақ болғандықтан, автокөлік қатты жылдамдықпен жүрген кезде, маневр жасаған кезде кішкене балқып кетеді. Сол себепті бұл автокөлікпен бұрылыстарға кірген кезде өте сақ болу керек. Өздеріңіз білетіндей 2-3 күн бұрын жаңалықтарда оператор Оптың 100 миллиард теңгесі 4%-дық несиеге сәуір айының соңына дейін бөлінеді деп айтып өтті.
Жалпы айтқан кезде, егер де сіз бастапқы жарнасыз ол программамен алатын болсаңыз, сіздердің бастапқы жарнаңыз 0% болады. Қалған суммасын 7 жылға дейін осындай 4% несиеге алсаңыздар болады. Бірақ ол кезде 6 миллион 690-ды 7 жылға бөлген кезде айына 91 мың теңгеден шығады. Және 7 жылдағы сіз бұл автокөлікке қайтаратын суммаңыз 7 миллион 620 мың теңге болады. Яғни үстіне 1 миллион теңге құйып қайтаратын боласыздар. Әрине, ол заманға дейін не болатын және бұл автокөліктердің бағасы қандай суммаға дейін көтерілетін белгісіз. Өйткені бұл автокөліктер осыдан 1 жыл бұрын 4 миллион 800 көлемінде болған. Ал қазір өздеріңіз көріп тұрғандай 6 миллион үстінен асып кетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі шығарылымдарда корейлік автокөліктерді көретін боламыз. Біздің каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып өтіңіздер. Комментарийға толықтай өз пікірлеріңізді жазып жүріңіздер. Сіздердің әр айтқан, әр түзеген пікірлеріңіз бізге мотивация береді деп айтсақ та болады. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Абзал. Біздің парақшаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.